Сәлеметсіздер ме? Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің дене тәрбиесі пәнінің оқытушысы Сағынаев Ризабек Жаңбырбаевич. Бүгін сіздердің алдарыңызға ұсынатын бейне сабағымыздың тақырыбы жеңіл атлетика, жоғары сөре, ұзақ қашықтыққа жүгіру. Сабақтың міндеті жоғары сөреден жүгіруді толық меңгеру. Сабақтың мақсаты ұзақ қашықтыққа жүгіру барысында қауіпсіздік шараларын сақтап, мәреге дейін жарақатсыз жүгіріп, жақсы уақыт көрсету. Жеңіл атлетика Қазақстанда алғашқы ресми жеңіл атлетикалық жарыс бүкіл қазақстандық бірінші спартакиада 1928 жылы Петропавл қаласында өтті. Республикада жеңіл атлетикадан тұңғыш рет КСРО-ның спорт шебері атағын Бекбаев алды. Қазақстандықтар арасында олимпиялық ойындарға тұңғыш қатысқан спортшы Кадякин болды. Тәуелсіз елімізге тұңғыш алтын медальді 2000 жылы Сиднейде, Австралияда өткен 27-ші олимпиялық ойындарда кедергі арқылы жүгіруші Шишигин әкелді. 2012 жылы Рыбакова Лондон олимпиадасында ұзындыққа 3 секундтен басып озып олимпиада чемпионы атанды. Ол 14,98 метр көрсеткішке қол жеткізді. Жүгіру қысқа, орташа және ұзақ қашықтық болып үшке бөлінеді. Қысқа қашықтыққа 100, 200, 400 метр және 110 метр кедергілі арқылы қашықтыққа жатады. Орта қашықтыққа 800, 1000, 1500, 2000, 3000 метр жүгіру және 3000 метр кедергілі қашықтыққа жүгіру жатады. Ұзақ қашықтыққа 5000, 10000, 20000 және 42 шақырым 192 метрлік марафондық қашықтық және 50 шақырым кросс дала жарысы жатады. Ұзақ қашықтыққа жүгіру тактикасы. Таңдалған жүгірісті жеңу үшін дененің физикалық дайындығы мен дұрыс орналасуы ғана емес, сондай-ақ күштердің құзыреті таралу да маңызды. Әдетте спортшылар 3 негізгі тактиканы таңдайды. Жетекші. Бірінші айналымда спортшы басымдылыққа ие және оларды финишке сақтайды. Бұл тактика жақсы шыдамдылыққа ие адамдар үшін жарамды. Егер басталудан шыдамдылықты белгілей алатын болсаңыз, онда басқа спортшылар жеңе алмайды. Сіз жақсы үзіліс күте аласыз. Жылдам өңдеу. Бұл тактика жақсы аяқтау жылдамдығы бар адамдар үшін қолайлы. Бұл қашықтықты жеңе отырып, көшбасшыларды ұстау маңызды. Көптеген спортшылар осы тактиканы пайдаланады. Фортлек. Бұл тактика сондай-ақ қисық жүгіру деп аталады, және оның мағынасы бәсекелестерді басқаруға жатады. Бастау үшін алға басуды жеделдету керек. Содан кейін қарқын баяулайды, демалуға мүмкіндік береді. Содан кейін спортшы жылдамдығын қайтадан арттырады. Бұл тактика тек дайындалған спортшылар үшін жарамды. Жүгіру техникасы. Аяқ қозғалысының үнемділігі. Қысқа қашықтыққа жүгіруге қарағанда адым қысқа, жұмысқа қосылмаған бұлшықеттер босаңсыған. Жүгіру кезінде ұшу фазасы қысқа, адым кібіртіктеп қалмауы және дененің алға ұмтылуына жағдай жасау үшін табан топыраққа, өкшеден аяқ ұшына түседі. Кеуде ешқандай күш салусыз тік ұсталады. Тыныс алу адам ырғағына бейімделеді. Әркім өзіне лайықты деген ырғақты таңдайды. Ауыз арқылы еркін дем шығаруға дағдылануға қажет. Жүгіру барысында ескеретін ескертулер. Егер жүгір деген командаға дейін жүгірушілердің бірі немесе бірнешеуі қолын не аяғын жерден жұлып алса, тоқтаңдар деген команда беріледі. Ережені бұзған жүгірушіге ескерту жасалады. Екі ескерту алған жүгіруге қатысушы жарыстан шығарылады. Жүгіруге қатысушылар өз жолдарын шықпауға бірін-бірі итермеуге тиіс. Бұл ережені бұзған жүгіруші де жарыстан шығарылады. Жүгіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері. Қысқа қашықтықтарды тек өз жолмен жүгіру қажет. Басқа жүгірушінің жолына өтіп кетуге болмайды. Жүгіріп келе жатып көп тоқтауға болмайды. Қатарласа жүгіріп келе жатқан жүгірушімен әңгімелесуге, оларға тым жақындауға болмайды. Жоғары сөреге тұру және шығу. Бірінші сөреге, сөре сызығына өзіне ыңғайлы аяғын алға қойып, келесі команданы күтеді. Екінші, жүгіруге дайындау. Алға еңкейе,
Алдыңғы аяқты бүгіп, алда тұрған аяққа қарама-қарсы қолды бүге жүгіруге дайындалады. Үшінші алға. Алға қарай екпінмен серпіле жүгіру жолын бастайды. Сөреден шыққаннан кейін адымды кең ашып, жылдамдықты бірте-бірте арттырған жөн. Шапшаңдықты ұзақ сақтаудың бірден-бір кепілі денені бос тастап еркін жүгіру. Жүгіру жолы. Жүгірушілердің негізгі білуге тиістілерінің бірі жүгіру жолын дұрыс пайдалана білу. Жүгіру жолы айналма болған жағдайда, мысалға 500 метр. Жүгіру жолы 500 метрге есептелінген. Егер әр жүгірушіге арналған жол болмаса, алғашқы сызықтан қашық жүгіруге болмайды. Себебі алғашқы сызықтан қашықтаған сайын жүгіру жолы ұзара түседі. Дене күші мен демалысты үнемдеп жұмсай білу. Ұзақ қашықтыққа жүгіруді өте жоғары жылдамдықпен бастауға болмайды. Себебі жылдамдығының жоғарылығы дене күші мен демалысты жүгіру жолының біраз бөлігі өткеннен кейін тауысып алуға әкеліп соғады. Одан кейін жүгіру жолын жалғастыра алмай қалуымыз мүмкін. Сондықтан дене күші мен демалысты дұрыс есептей отырып, жүгіру жолына дұрыс бөле білу ұзақ қашықтыққа жүгіруде өте маңызды болып есептеледі. Мәреге келу. Мәреге келу жалпы жүгіру барысындағы жауапты кезең болып табылады. Мәреге жақындағанда ең жоғары жылдамдықты ұстау керек. Бұл көрсеткішті жасартудың тиімді жолы. Артық дене күші мен демалысты пайдалану мәреге 50-60 метр қалғанда басталады. Мәреден өту. Мәреге жақындағанда жоғары жылдамдықты сақтай отырып, ақырғы адымды денені алға қарай еңкейте, сөре сызығынан жүгіріп өту керек. Егер де жүгіруші мәреге бірнеше адым қалғанда қашықтықты қысқартам және уақыт отам деп секірсе, ол қатты қателеседі. Себебі мұндай сәтте жүгіруші тепе-теңдікті жоғалтып, кей жағдайларда құлап қалуы да мүмкін. Мұндай жылдамдық өсудің орнына бәсеңдейді. Екі немесе бірнеше жүгіруші мәреге қатар келген жағдайда, яғни тең сайыста кеудені еңкейтудің немесе иықты бұра қоюдың маңызы зор. Осындай қозғалыс көп ретте жеңіске жеткізеді. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.